Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге бүгін подкастта Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық ұлттық зерттеу университетінің оқушылары Нематов Ұлықбек, Ермекұлы Мұхаммед және Нұртас Әли. Бүгінгі біздің тақырып саналы ма, санасыз ба, жасанды интеллект және адам табиғаты. Жалпы жігіттер, сендер сана дегенді қалай түсінесіңдер? Жалпы сана деген бұл бізде адамның өз ойын, сезімін анықтайтын бір өзінің түпкі санасы. Сана оны не қолмен ұстап білмейсің, не иіскеп сезбейсің, көзге көрінбейтін, яғни бір адам бойында болатын бір қасиет деп білемін өзім. Әли, сен қалай ойлайсың? Бір сөзбен айта кеткенде, сана адамның мен бармын деп түсінуі ғой. Жақсы, санаға келетін болсақ, сананы мен былай түсінем. Сана дегеніміз және философияда айтқандай, Әл-Фараби айтып кетті ғой, сана дегеніміз адамның ойлау процесінің бір бөлігі деп. Егер адамның санасы тоқырауға ұшыраса, адамның өз болмысын жоғалтады деді. Осы жерде менде бір сұрақ болып тұр, көбінесе адамдардың ойында жүрген сұрақ. Мұнда былай айтылып кеткен: адам санасы мен табиғат деген тақырып алынған, және тақырыпта адамды ерекше ететін қасиеттер ол ойлау, эмоция, рух. Ал бұнда сұрақ берілген: егер адам эмоциясыз өмір сүрсе, ол жасанды интеллекттен қандай айырмашылығы бар? Осы сұраққа қандай ойларыңыз бар? Және жасанды интеллект деп жатырмыз ғой. Жасанды интеллект енді ол адамның қолынан шығарған дүние ғой. Ода ешқандай сана, сезім, эмоция, ойлау деген болмайды. Ода және алгоритм, есептеулер, сондай техникалар. Жасанды интеллектте ол ешқандай сана, сезім. Және жасанды интеллект деп жатырмыз ғой. Жасанды интеллект ол адамның қолынан жасалған дүние ғой. Жасанды интеллектте эмоция, ойлау, сана деген болмайды ғой. Ода есептеулер, алгоритмдер, технологиялар болады. Сол жасанды интеллект адам санасымен салыстыруға келмейді деп ойлаймын. Адам санасы ол әлде қайда дамыған. Қазіргі адамзаттың даму бұрыннан бері келе жатқан процесі ол адам санасымен байланысты ғой. Мұхаммед айтып кеткендей, жасанды интеллект пен адамның айырмашылығы сана сезімде. Екеуі де ақылды болғанмен, адамның бір артықшылығы сол сана сезім, эмоцияда. Ол адамда эмоция болмаса, ол жасанды интеллекттен кем болмайды деген ойдамын мен. Солай. Ал енді мен өз сұрағымды қоя кетейін. Жасанды интеллект адам санасынан қатты ақылды болып кетсе, ол адамның тәжірибесіне арқылы өзінің адамдардың жұмыстарын істеп жүре бере ме, әлде өз мақсаттарын құрып адамдардан алшақтай түсе ме? Әли, өте жақсы сұрақ. Жалпы жасанды интеллект ол сана жоқ қойда, ол өз мақсаттарымен жүре береді деген ойлаймын. Себебі мысалы ChatGPT-ға сен бір сұрақ қоясың, ол сол сұрақты орындайды ғой. Сол мақсатқа жету үшін саған барлық ақпаратты алып береді. Әли, өте дұрыс, керемет сұрақ қойдың. Жалпы жасанды интеллект ол және санасы жоқ дедік, адам қолынан жасалған дүние. Бірақ та ол ары қарай дами берсе, өзінің мақсаттарымен кетіп қалады сияқты. Себебі адам жасанды интеллект және көмегіне жүгінген кезде ол бізге керекті мәліметтер алып, өзінің сол мақсатқа қарай ұмтылып тұрады ғой. Ал адамдарға бағынбай кетуі де мүмкін ол. Мысалы, мен былай түсінем, жасанды интеллект адамнан ол жоғары, әлдеқайда жоғары алға кетіп қалған деп ойлаймын. Мысалы, айта келсек, адамдар бұрында бүкілін кітаптан ізденіп, біліп, оқиды да, ал қазір оларда жасанды интеллекттің көмегімен бір секундта болмасын қиын сұрақтардың жауабын әртүрлі немен тауып алады. Шақ адамның өзінің ойлау қасиетін, миын улайды деп білем. Мысалы, айта келсек, сен бір неде отырсың, саған өзіңе сұрақ қояды. Сен оны жасанды интеллект арқылы шеше алмасаң, өзің миыңа кірмейді. Жасанды интеллект өзі
адамдан алшақтап өзі хозяин бола алады деп ойлайсың ғой сен, иә? жоқ, өзіне мақсатына хозяин болмайды. Просто ол адамдар жасанды интеллект қолдану арқылы өздерінің сана сезімдерін улайды да. Мысалы екеуміздің арамызда сұрақ болса, мен саған бір күрделі сұрақ қойсам, сен оны сразу ChatGPT немесе басқа да жасанды интеллекттерден жауабын табуға іздейсің. Ал сен өзің солай ойлай алмайсың ба? Мысалы, мен саған қарапайым сұрақ қойсам, өз бетіңмен жауап бере алмай қалуың мүмкін да болашақта. Осы. Жалпы мен түсінгенім бойынша Ұлықбек, сен айтқың келіп тұрған ол және жасанды интеллект қатты дамып кеткен. Қазір көп адамдар адамдар жасанды интеллект көмегіне жүгінеді, бұрынғыдай емес. Жақсы, енді осы подкаст бойынша өз ойларыңды қорытындылай кетсеңдер. Мысалы, жасанды интеллект қорытындылай келе, технология дамыған сайын адамдық қасиетті жоғалтпай, жасанды интеллекттің тек құрал ретінде пайдалана білу керек. Артық затқа қолданбау келісім. Осымен біздің подкастымыз аяқталды. Сіздерге барлығы ұнаған деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.